بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أنواع الكلام كلامның түрлері. Бүгін біз кәламның түрлеріне кірісеміз. Өткен сабақта кәламның не екендігін өттік, шарттарын өттік, баршасын бітірдік. Енді кәламның түрлеріне кірісетін боламыз. وأقسامه ثلاثة. أقسامه هو дәмірді әл-кәламға жібереміз. Кәламның қысымдары ثلاثة үшеу. Негізінде исмун ва фи'лун ва харфун деген нәрсе кәлиманың қысымдары негізінде. Оның бәріміз өткенбіз. Кәлима үшке бөлінеді. Исм, фи'л, харф деген секілді. Сол үшін кейбір ғалымдар ақсамуху негізі ху емес ха деп айту керек. Оны кәлимаға жібереміз деген. Бірақ жоғары жақта кәлима деген сөз келген жоқ. Тек қана біз кәламды ғана өттік. Бұны кәламға жіберуге болады. Бұл қай шетінен десе, бұны мантыққа саламыз енді. Мантықта жалпы бөлінудің түрлері бар. Мантықта ат-тақсим деген нәрсе тақсимул күл иля аджзаихи деп бөлінеді. Немесе тақсимул күлли иля джузиятихи деп бөлінеді. Сол қағидаға сала отыра ақсамуху, бұл жерде ақсамул кәлам деп айтамыз. Кәламның қысымдары деген кезде исм, фи'л, харф етіп шығарсақ болады. Қай шетінен десе тақсимул күл иля аджзаихи деге сала отыра дейміз да. Қараңыздар. Тақсимул күл иля аджзаихи деген бұлай. Инсан деген бар. Мысалы мен инсанмын. Менің басым бар, қолым бар, аяғым бар. Бұлардың бәрі менің жүздерім. Мен бір адам болсам, бұлардың бәрі менің жүздерім. Менің қолыма инсан деп айтыла ма? Айтылмайды. Менің бір жүзіме инсан деп айтылмайды. Бұған тақсимул күл иля аджзаихи деп айтылады. Енді тақсимул күлли иля джузиятихи деген нәрсе бар. Мысалы инсанды бөлдік, зәкәр, ұңса деп бөлдік. Зәкәр, бір еркек кісіні ұстап алып, инсан деп айтсақ бола ма? Болады. Бір әйел ұстап алып, инсан деп айтсақ бола ма? Болады. Егер жүздеріне инсан деп айтылуы жайыз болса, бұл тақсимул күлли иля джузиятихи болады. Ал оның жүздеріне сол толық нәрсені айту мүмкін болмаса, бұл тақсимул күл иля аджзаихи болады. Енді ақсамуху қалай болды десе, ақсам бұл деді әджза мағынасында дейміз. Үстін жазып қойыңыздар, бұл өте маңызды. Тіпті біздің кітаптың мұхаққиқы қарасаңыздар, оқып шықсаңыздар, кәуакибу дуррия деген хашиядан алып келе отыра. Бұл кәуакибу дуррия менде бар, көріп шықтым. Осы хашиядан алып келе отыра, ақсамуху деп емес, негізі ақсамуха деп айту керек. Немес ху дамирді кәлимаға жібереміз, кәламға жібере алмаймыз деген секілді сөздер айтқан. Біз оны қабыл етпейміз. Бұл жерде ақсам әджза мағынасында. Имам Ибн Ажуррум ешқандай қателік жасаған жоқ. Сөздің бәрі дұрыс. Ақсамды әджза мағынасын аламыз да, ху дамирді кәламға жібереміз. Осылайша кәламды үшке бөлсек болады деп шығарамыз. Түсінікті? Қала ва ақсамуху енді әджзау әл-кәлам мағынасында. Кәламның жүздері сәләсәтун үшеу. Бірақ қалай бөлінді бұл десе, мен тақсимул күл иля аджзаихи. Осы шетінен бөлінді дейміз. Алла қаласа негізі мантықтан бір кітап өтуіміз мүмкін. Иса Ғужи секілді. Сол кезде тағы түсінікті болады. Исмун, үш қысым дедік. Исмун, исм екен. Ва фи'лун, екіншісі фи'л. Ва харфун, үшіншісі харф. Бір харф жаа ли ма'нан, бір мағына үшін келген. Бір мағына үшін келген деген сөзбенен юхриджу харфал мабани, немесе тахаджи, алфавит әріптерін шығарып тастау үшін айтты. Мысалға алиф, ба деген харфтер бір мағына үшін келмеген, олар алфавиттің харфтері. Ал бұл жердегі харфтер би мысалға, би харфы жары бір мағына үшін келген. Осындай мағына үшін келген деген сөзбенен алфавиттің харфтерін шығарып тастады дейміз да. Ва харфун, харф қандай харф? Жаа келді, ли ма'нан, белгілі бір мағына үшін келді. Түсінікті не үшін айтылғандығы? Бұл мабани немесе тахаджи харфтерін шығарып тастау үшін айтты. Бірінші исмун деп айтты қарасаңыз. Бірінші фи'лден бастаған жоқ, исмнен бастады. Неге десе, яннахул ашраф дейміз. Исм ең құрметтісі. Қай шетінен ең құрметтісі? Вала яхтажу иля ғайрихи. Өзгеге мұқтаж емес та бұл. Өзгеге мұқтаж емес дегені, мысалға кәлам болу үшін екі исм кәлам бола алады. Мысалға китабун тавил немесе китабун рахис деген сияқты екі ғана исм жиналып кәлам бола алады. Бірақ еш қашан екі фи'л жиналып кәлам бола алмайды. Міндетті түрде ішінде бір исм болу керек. Екі харф жиналып бола алмайды мүлде. Міндетті түрде ішінде бір исм болу керек. Сол үшін исм ең құрметтісі деп айтамыз. Ең құрметті болғандықтан да құддима,
ең алдына шығарылды деп айтылады екенбіз. Aqulu, мен айтамын деп арай кірісті шарыққа. Al-alfazul-lati, лафыздар. Allati yasta'miluha al-arab, арабтар қолданатұғын. Алдап арабтар қолданып жүрген лафыздар. Фи каламихим, өздерінің кәлемдарында қолданып жүрген лафыздар. Ва нуқилат илайна анхум, ва нуқилат жетіп келген илайна біздерге, анхум арабтардан жетіп келген лафыздар. Фа нахну натакалламу биха, біз олармен сөйлеп жүрген лафыздар. Қай жерде десе, фи мухаваратина, мухавара хивардан шығады. Хивар деген әңгімелерімізде, сөйлесулерімізде, ва дурусина дәрістерімізде, сөйлесулерімізде қолданып сөйлеп жүрген лафыздар. Ва нақрауха фи кутубина, кітаптарымызда оқып жүрген лафыздар. Ва нактубу биха, хами адамердің бәрін алфазға жібереміз. Ва нактубу биха, біз жазып жүрген лафыздар. Иля ахлина, бір отбасымызға, вастиқаина, достарымызға қат алмасып жүрген лафыздар. Ла яхлу, бос болмайды. Вахидун минха, минал алфаз. Вахидун минха, сол лафыздардың еш қайсысы бос болмайды. Не істеуден десе, анан якуна вахидан мин саласати ашя, үш нәрсенің бірі болудан. Жалпы біз сөйлеп жүрген, жазып жүрген, оқып жүрген лафыздардың баршасы да үш нәрсенің бірінің ішіне кіреді. Осы үшеуінің сыртында қалып қоймайды. Ла яхлу вахидун минха, олардың ешбірі де бос болмайды. Ан якуна вахидан, бірі болудан. Мин саласати ашя, үш нәрсенің бірі болудан бос болмайды. Ол да әл-исми, исм, вәл-фи'ли, фи'л, вәл-харфи, харф дейміз. Осы үшеуінің бірі болады екен да. Әл-исми деп мен жарылды, саласати деген сөзге бәдел ете отыра. Үшеу деп айтты, үшеуден бәдел исм, фи'л, вәл-харф деген секілді бәдел қылған екен. Бірінші әл-исму, исм деп кірісті. Әммәл исму, исмге келсек, әммә бұл жерде харфу тафсил, тафсил харфа. Басында ижмәли айтып кетті. Исм, фи'л, харф деп кетті. Енді тафсили кіріп, жеке кіріп, исм не екендігін айтпақшы. Әммәл исму, исмге келсек, фахуа фил лұғати, исм бұл тілдікте, мә сондай бір нәрсе, дәллә меңзеді, аля мусамман, мусаммаға меңзеген нәрсеген. Мусамма дегеніміз исм делген зат. Мысалға менің атым Қуаныш. Қуаныш деген исм неге меңзеп тұр? Маған меңзеп тұр да. Мен мусаммамын бұл жерде. Қуаныш деген исм бар, мен мусаммамын. Ма далла аля мусамман, мусаммаға меңзеген нәрсеген. Бұл мусаммаға меңзеген нәрсе деген кезде ішіне фи'л да кіре береді, харф та кіре береді да. Өйткені харф та меңзейді ол. Фи'л да өзінің есімденген нәрсесіне меңзейді. Бұл лұға шетінен бәрін қамти береді екен. Ва фи истилахин нахуйин, наху ғалымдардың терминінде исм дегеніміз ол калиматун, бір калима. Даллат аля ма'нан, бір мағынаға меңзеген. Даллат меңзеген, аля ма'нан, бір мағынаға меңзеген. Фи нафсиха, фи сәбәбия бұл түрде. Осыны жасап қараңыздар. Фи мағына сәбәбия. Сонда сәбәби қылып аударамыз. Би сәбәби нафсиха деп айтамыз да. Қараңыздар, калиматун, бір калима екен. Даллат аля ма'нан, бір мағынаға меңзеген. Би сәбәби нафсиха, өзінің себебімен меңзеген. Жалпы өзінің себебімен меңзеген дегеніміз ла ятаваққафу ма'наху, оның мағынасы келесі нәрсеге мұқтаж болып тұрмайды. Бәлки ол мағынаға өзінің себебімен меңзеген. Еш нәрсеге мұқтаж болмастан меңзеген мағынасында. Калиматун, калима, даллат, меңзеген, аля ма'нан, бір мағынаға. Фи сәбәбия, фи нафсиха, өзінің себебімен меңзеген. Жалпы өзінің себебімен меңзеген дегеніміз тікелей өзі меңзеген. Екінші бір нәрсеге мұқтаж болып, харф секілді мысалы, сол арқылы мағынасы ортаға толығымен шықты демейміз. Бәлки өзі тікелей меңзе алған нәрсе екен да. Осы айтуменен бұл жерде фи'лда кіреді мысалы. Фи'лда осылай меңзе алады. Бірақ уәләм тақтарин би заман деп айтты. Уәләм тақтарин би заман деген сөзбенен фи'л шарпсады. Уәләм тақтарин, бұл калима бірге болмаған. Би заманин, бір заманмен бірге болмаған. Заманмен бірге болмау керек. Жалпы уәләм тақтарин би заман деген сөзіміз
ла ядуллу аля заман деген сөз емес. Бұл бір уақытқа меңземеу керек деген сөз емес. Өйткені мысалы әмси деген сөз кеше деп айтты. Өткен шаққа меңзеп тұр ғой. Ғадан деп айттық. Келер шаққа меңзеп тұр ғой. Олар бұны қалай түсінеміз десе, валам тақтарин би заман деген сөздің мағынасы ла ядуллу аля ма'найин. Екі мағынаға меңземеу керек. Біріншісі әл-хадас, екіншісі уқу'ул хадас деп айтамыз. Мынаны жазып алу керек. Бұл өте маңызды. Валам тақтарин би заман дегеніміз белгілі бір уақытқа меңземеу деген сөзді білдірмейді. Бәлки мұрат бұл жерде ла ядуллу аля ма'найин. Екі мағынаға меңземеу керек. Екі мағынадағы мақсат әл-хадас. Біріншісі хадас. Хадас деген бір іс-әрекет. Уқу'ул хадас, екіншісі хадастың сол іс-әрекеттің орнын алуы. Мысалы, дораба деп айтсам, ол ордо деген іс-әрекетке меңзеп тұр. Және өткен шақта орын алғандығына меңзеп тұр. Оған фиал деп айтамыз. Ал әмси десем, кеше деп тұр болды. Кеше бір нәрсенің орын алғанына меңзеген жоқ. Сол үшін де оған хадас, уқу'ул хадас болды деп айтпайды екенбіз да. Осы түсінікті ма? Валам тақтарин, бұл калима бірге болып келмеу керек. Би заманин, бір заманмен бірге келмеу керек деген сөздің мағынасы, яғни хадас, уқу'ул хадас деген нәрсе болмауы керек деп айтамыз. Әрекет түсініксіз болса айтыңыз. Түсінікті ма? Болды. Наху Мұхаммадин, мысалы Мұхаммад деген сөз. Мұхаммад деген сөз бір мағынаға меңзеп тұр. Мағынасы да фи нафсиха, өзінің себебімен меңзеп тұр. Басқа бір нәрсеге мұқтаж болып тұр меңзеген жоқ. Ва али, ва раужул еркісі, ва джамал түйе, ва джабал тау, ва нахр өзен дегендей, ва туфаха алма, лаймуна лимон кәдімгі, ва асан аса таяқ деген секілді. Бұлардың бәрі есімдер. Фа куллу вахидин мин хазихил алфази, осы лафыздардың әрбірі ядуллу аля ма'нан, бір мағынаға меңзеп тұр. Ва лайса заману, заман деген нәрсе дәхилан кіруші емес фи ма'наху, бұлардың мағынасында. Бұлардың іштерінде заман деген нәрсе жоқ. Мысалы, Али деген нәрсе, Али деген бір адам аты, заманға ешқандай қатысы жоқ. Заманға қатысы жоқ болғандығы себепті бұлардың бәріне исім деп айтамыз дейді. Бірақ біз айттық, заманға қатысты болып келуде мүмкін. Әміс ғадан деген секілді. Бірақ хадас немесе уқу'ул хадас деген екі шарт орын алмаса, бәрібір ол исім болып қала береді дейміз да. Анва'ул исми, енді исімнің түрлеріне кіріспекші. Анва'ул исми, исімнің түрлері. Вал исму исм саласату анва'ин, үшке бөлінеді. Музхар, бірінші музхар екен, ва мудмар, екіншісі мудмар, ва мубхам, үшіншісі мубхам екен. Фал музхар, бірінші музхар кірдік. Жалпы музхар негізінде ең қысқасы, ең дұрысы ма лайса минат домир деп айту керек та. Ма лайса минат домир, домир емес болған нәрселер музхар деп айтылады. Бірақ имам бұл жерде басқаша аштаған, бұл аштауға негізі көптеген шейхтар келіспеген. Енді бірақ шейхтің оқиғанда. Фал музхар хуа ол ма сондай бір исім. Ядуллу аля ма'наху, өзінің мағынасы меңзейді соған, өзінің мағынасы меңзейді. Мин ғайри хаджатин, мұқтаж болмастан, иля қаринатин, қаринаға мұқтаж болмастан, өзінің мағынасына меңзей алатын болса, музхар деп айтамыз. Мису харид, мысалы харид секілді. Харид деген сөз, файннаху даллун, харид мысалы даллун меңзеуші. Аля зати шахси, бір тұлғаның затына меңзеуші. Қандай тұлға десе, ал-мусамма би хадал исми, осы исіммен аталған. Осы исіммен аталған бір тұлғаның есіміне меңзеуші. Бір тұлғаның затына меңзеуші. Бұл қаринаға мұқтаж болған жоқ, тікелей меңзей алды. Сол үшін музхар деп айтамыз дейді. Вала яхтажу, мұны мұқтаж емес, фи далалатихи, меңзеуінде, аля залика, сол мағынаға меңзеуінде мұқтаж емес, иля қаринатин, қаринаға мұқтаж емес. Қаринаға мұқтаж емес болса, музхар деп айтамыз деген да. Қарина деген жалпы арабшасы ма яхтажу илайхи хатта ядулла лафзу аля ма'наху. Лafыз өзінің мағынасына меңзей алу үшін бір нәрсеге мұқтаж болып тұрса, оған қарина деп айтамыз. Мысалы, лafыз бар, мағынасына тікелей меңзей алмайды. Меңзеу үшін ортада бір көмекші керек. Сол көмекшіге қарина деп айтылады. Вал мудмар, енді екіншісі мудмар екен. Мудмардың да ең қысқа, ең дұрыс болған нәрсесі ол ма ядуллу аля такаллум, аля мутакаллим,
вал мухатаб вал гайб деген да. Ең қысқа анықтамасы осы деген. Бірақ енді имам бұл жерде басқасын алып келген. Бұған да көпшілік шейхтар разы болмаған негізі. Мудмар дегеніміз мә сондай бір есім. Дәллә меңзеген, ала ма'наху өз мағынасына меңзеген, бірақ биуаситатил қарина, қаринаның дәнекерлігіменен, уаситат дәнекерлік мағынасында. Биуаситатил қаринати, қаринаның дәнекерлігімен меңзеген, яғни тікелей меңзе алмаған ол. Наху ана, мысалы ана деген сөз, ана мен деген сөз. Фаиннаху ядуллу, ол меңзейді, меңзеп жатыр. Ала ма'наху өз мағынасына. Әл-муради минху өзінің мұрат етілген мағынасына меңзеп жатыр. Ва хуа ол мағынасы да зату шахси әл-мутакаллим. Мутакаллим болған адамның заты да. Валакиннаху алайда ол ла ядуллу ала залика. Бұл нәрсеге меңзей алмайды. Илля тек қана меңзей алады. Биуаситати такаллум. Такаллумның дәнекерлігімен ғана. Мысалға ана деген сөз тікелей меңзей алмайды дейді. Тек қана сөйлеген кезде ғана меңзей алады демекші да. Ол үшін сен болуың керек дейді. Ва наху анта деген сөз. Фаиннаху ядуллу ала зати шахсил мухатаб. Бұл мухатаб тұлғаның затына меңзеуші. Ләкин биуаситатил хитаб, бірақ хитаб дәнекерлігімен деген. Бұл енді шейхтің айтқаны, имамның айтқаны, бірақ біз айттық ең жақсы, ең түсінікті, ең дұрыс болғаны ма ядуллу ала мутакаллим вал мухатаб вал гайб деп айтсақ жеткілікті. Бұл мудмардың негізгі анықтамасы осы екен. Вал мубхам, енді үшіншісі мубхам. Хуа ол аллази, сондай бір есім ла язхар ал-мураду минху, мұрады ортаға шықпаған, мақсат ортаға шықпаған бір есімге мубхам деп айтамыз. Наху хаза, мысалы хаза деп айтты. Бұл деген кезде кім екендігі белгісіз. Валлази деп айтты. Кім екендігі анық емес. Осылай мағынасы ортаға шықпаса, бұған мубхам деп айтылады екен. Осы түсінікті ма? Біз есімді бітірдігенді. Енді келесі әл-фи'л. Әмма әл-фи'лу, фи'лға келсек, фахуа фил-лұғати, фи'л деген тілдікте әл-хадас, хадас деген сөз. Жалпы әл-хадас дегеніміз ол ма юхдисухул фа'ил, істеуші кісінің істеген ісі да. Мысалы мен ұрдым біреуді. Осы ұру деген іске хадас деп айтылады. Ма юхдисухул фа'ил минад-дорб. Дорбтан болсын, басқадан болсын, істеуші адамның, немесе ұрушы кісінің ұруы. Осы ұру ісіне дорб деп айтылады. Ұру ісіне хадас деп айтылады. Ұру ісі пайда болатын болса, уқуул хадас деп айтылады да. Сол нәрсе орын алды деген сияқты. Ва фи стилахин нахвиин, наху ғалымдарының терминінде хадас деген фи'л дегеніміз калиматун, бір калима. Дәлләт меңзеген, ала ма'нан, бір мағынаға меңзеген. Фи нафсиха, бұл да дәл солай. Фи сәбәбия, би сәбәби нафсиха, өздігі себептен мағынасында. Өздігі себептен бір мағынаға меңзеген калима екен. Жалпы ала ма'нан деген сөздің үстіне ала хадас деп қойыңыздар. Ма'нан хадас бұл жерде. Бір хадасқа меңзеген калима екен да. Калиматун калима дәлләт меңзеді. Неге меңзеді? Ала ма'нан, бір хадасқа меңзеді. Қандай мағына десе? Фи нафсиха, өздігінде болған, өздігі себепті ортаға шыққан мағына. Вақтаранат, және бірге келді. Би ахадил азминати саласати, үш заманның бірімен қосылып келді. Аллати хия ал-мади, ол замандарда мади, вал хал, вал мустақбал, бағаны мади өткен шақ, вал хал осы шақ, вал мустақбал келер шақ деген секілді. Осылай үш заманмен бірге қосылып келсе, және бір мағынаға өздігімен меңзей алатын болса, бұған фи'л деп айтады екенбіз. Наху катаба, мысал катаба деген сөз. Фаиннаху калиматун, бұл калима бір. Дәлләтун ала ма'нан, бір мағынаға меңзеуші болған калима. Ва хуал китаба, ол да китаба мағынасы. Китабадан жазу деген мағынаға меңзеген. Ва хазал ма'на, енді осы мағына муқтаринун, бірге келуші. Немен? Біз заманил мади, өткен шақпен бірге келіп тұр. Өткен шақпен бірге келгендігі себепті катаба дегеніміз фи'л мади болды деп айтамыз да.
Негізі фейл мадилар өткен шаққа меңзейді, бірақ әдату шартпен келсе мұстақбалға меңзеп кетеді. Ол да иншалла келеді. وَنَحُ يَكْتُبُ деген етістік. فَإِنَّهُ دَالٌ عَلَى مَعْنًا бір бұл мағынаға меңзеуші. وَهُوَ الْكِتَابَةُ أيضًا ол да жазу деген мағына. وَهَذَا المعنى енді осы мағына مُقْتَرِنٌ بِالزَّمَانِ الْحَاضِرِ осы шақ заманымен бірге келіп тұр. Хадир деген осы шақ. Осы шақ заманымен бірге келіп тұр. Одан кейін негізі әуел мұстақбал деген сөз жазуымыз керек. Бұл да өте маңызды. Өйткені фейл мудариқ тек қана осы шаққа меңземейді, келер шаққа да меңзейді. Мұқтаринун бірге болушы, биззаманил хадир осы шақ уақытымен бірге болушы, әуел мұстақбал дейміз. Немесе келер шақпен де бірге болушы деп айтамыз. Енді ғалымдардың арасында талас бар. Әл-мудари' осы шаққа меңзей ма, келер шаққа меңзей ма? Асылында. Кейбір ғалымдар айтқан асылында негізі мудари хал деп айтқан. Асыл болған хал деген да. Кейбір ғалымдар жоқ, асыл болған мұстақбал деген. Асылында ол келер шаққа меңзейді деген. Кейбір ғалымдар болса алат таваққуф тоқтаймыз деген. Мудари екеуіне де меңземей тұрады. Ла ядуллу ахадал азмина илля бил қарина. Екеуіне де меңземейді. Тек қана қарина кесе, не осы шаққа деген сияқты, немесе келер шаққа деген секілді бір қарина болып тұрса, сол кезде ғана меңзейді деген да. Және осыны шейхіміз Ахмад Тижани дұрысырақ деп айтты. Кейде негізі біз бұлай оқығанбыз медреседе, негізі бұл осы шаққа меңзейді. Бірақ кейде келер шаққа деген сияқты. Бұлай айтқан ғалымдар бар негізінде. Бірақ дұрысырақ болғаны қарина арқылы біле дегенбіз. وَنَحُ уктуб, мысалы уктуб деген әмір, فَإِنَّهُ كَلِمَةٌ دَالَّةٌ عَلَى مَعْنًا бір мағынаға меңзеуші болған калима. وَهُوَ الْكِتَابَةُ أيضًا ол да китаба мағынасы. وَهَذَا الْمَعْنَى бұл мағына مُقْتَرِنٌ бірге келуші, بِالزَّمَانِ الْمُسْتَقْبَلِ мұстақбал заманмен бірге келуші. Бірақ сахих болғаны фи'л әмір мұқтас бил хал, халға мұқтас. Мұстақбалға емес, халға мұқтас негізінде. Әмма ма'мулуху мұқтас бил мұстақбал дейміз. Негізі әмір келер шаққа меңзейді деген нәрсе, оның ма'мулы меңзейді. Әмірдің өзі халге меңзейді деп айтамыз. ومثل هذه الألفاظ енді осы лафыздарға ұқсаған мысалдар насара ва янсуру вансурен түсінікті мағынасы, насара жазды деген сияқты. وفهم ويفهم وافهم түсінді. وعلم ويعلم وعلم білді. وجلس ويجلس ويجلس отырды. وضرب ويضرب وضرب ұрды деген сияқты. Мен тек қана мадины аударып кеттім. Басқасы белгілі деп ойлаймын. أنواع الفعل فعلдің түрлері. والفعل فعل على ثلاثة أنواع үшке бөлінеді. ماضٍ біріншісі мади, ومضارع екіншісі مضارع, وأمر үшіншісі әмір деп айтамыз. الفعل الماضي осы жерде өте маңызды нәрсе бар. Кейде алиф ләмді алып тастап فعل الماضي деп жазып қоятындар бар да. Бұл қате. الماضي деген сөз келді ма, الفعل деп алиф ләммен жазамыз. Немесе екеуінде алиф ләмсіз фи'лун мадин деп жазамыз. Біреуін алиф ләммен, екіншісін алиф ләмсіз жазсақ бұл қате болады. Фи'лу ал-мади деп жазу қате дейміз да. Өйткені ал-фи'лу сифа, ал-мади маусыф болып тұр. Екеуі де алиф ләммен келу керек, немесе екеуі де бос келу керек дейміз. Фәл-мади, мади ол ма далла аля хадасин. Ол ма сондай бір етістік. Далла меңзеген аля хадасин, хадасқа меңзеген. Біз хадасты айттық, бір іс-әрекет, оқиға деген сияқты. Бір оқиғаға меңзеген дейік. Қандай оқиға десе? Вақа'a орын алған физ замани бір уақытта. Қандай уақыт? Аллази қабла замани такаллум сөйлеуден алдын орын алған. Сен ол істі сөйлеуден алдын орын алып қойған болу керек. Катаба деп айттың. Катаба деп айтқан кезіңде оның жазғандығы сен сөйлеуден алдын орын алып қойғанда. Осы түсініп ма? Ма далла аля хадасин бір хадасқа меңзеді, бір оқиғаға меңзеді. Вақа'a физ заман ол бір заманда орын алған оқиға. Қандай заман десе? Аллази сондай бір заман. Қабла замани такаллум сөйлеуден алдын болған заман. Сен сөйлеген кезіңде ол іс-әрекет орын алып қойған болу керек. Наху катаба мысалы жазды. Ва фахима түсінді.
сен түсінді деп айтқан кезіңде ол түсініп қойғанды уже. Ва хаража шықты, ва самиа естіді, ва басара, ва такаллама, ва стағфара, ва штарака серіктес болды деген сияқты. Әл-фи'лул мудари'. Екіншісі фи'л мудари' екен. Бұл жерде де алиф ләмді айту міндет. Әл-фи'лу деп айтамыз. Фи'лу әл-мудари' деп айту қате. Әл-фи'лул мудари'. Немесе екеуінде алиф ләмді айтамыз, я? Фи'лун мудари'ун дегендей. Вал мудари' мудари' дегеніміз ма далла ала хадатин, бір оқиғаға меңзеген. Қандай оқиға десе, яқау орын алып жатқан фи замани такаллум, сөйлеген уақытында. Сөйлеген уақытында ол орын алып жатыр. Ау ба'даху, немесе сөйлеген уақыттан кейін бар орын алады. Осындай нәрсеге меңзейтін болса, біз мудари' деп айтады екенбіз да. Наху яктубу, мысалға сен яктубу деп айтқан кезіңде ол жазып жатады осы кезде. Немесе айтқан кезіңнен кейін барып жазады. Болашақта жазады деген сияқты. Ва яфхаму ва яхруджу, шығады, ва ясмау естиді, ва юбсиру ва ятакалламу сөйлейді, ва ястағфиру ва яштарику деген сияқты лафыздардың баршасына мудари' деп айтады екенбіз. Бұл жерде мынау фил мудари'қа қарина болып келіп тұрғанда замани такаллум және де ва ба'даху дегені, ау ба'даху деген. Жоқ, мудари'тің өзі екі мағынаға меңзейді осы. Не осы уақытқа, немесе келер уақытта. Енді яктубу деген кезде асылы қайсысы бұл? Асылы осы уақыт па, әлде келер уақыт па десе, кейбір ғалымдар осы уақыт деген, кейбір ғалымдар келер уақыт деген, бірақ дұрысырақ болғаны қарина. Мысалы, яктубу дегенде сіз қайсысын түсіндіңіз қазір? Мына жерде ма? Осы қалай қолданасыз мысалы? Замани такаллум дегенде осы халда, ау ба'даху деген бұл ба'да такаллум, иә. Мустақбал. Иә. Осы. Жоқ, ол екеуі қарина болып тұрған жоқ бұл жерде. Ол жай ғана мағынасын айтып жатыр. Мудари'тің мағынасы осы деп жатыр да. Енді қарина анадан шығады, қараңыз. Яктубу деп мен айттым. Сіз оны оқып жатыр деп аударасыз ба? Жоқ, жазып жатыр деп аударасыз ба? Әлде жазады деп аударасыз ба мысалы? Қалай аударасыз? Қарина жоқ бұл жерде. Сол үшін қарина келеді да бұл жерде. Яктубу зайдун дейсіз мысалы. Зайдун, зайд. Ол енді жазып жатқан болса дәл қазір. Онда жазып жатыр деп аударамыз. Әлі жазып жатпаған болса, онда болашақта жазады деген сияқты аударамыз да. Қарина деген осы. Ал такаллум немесе ба'даху дегендері мудари'тің жай ғана мағынасы. Фи'лул амри. Енді фи'лул амр деп айтқан кезімізде, немесе жазған кезімізде фи'лді алиф ләмсіз қыламыз. Бұл жерде керісінше. Әл-амри деп мудоф илейхи қыламыз. Бұл жерде әл-фи'лу деп айтпаймыз, е? Не үшін десе, бұл самаи нәрсе да. Самаи араб тұрысы қолданған. Әл-фи'лул мади. Әл-фи'лул мудари'та алиф ләм әкелу міндетті. Егер де әл-фи'лу әл-мади деп алиф ләммен кесе. Бірақ әл-амру деп алиф ләммен кесе де фи'лу деп айтамыз. Алиф ләмді қоймаймыз. Алиф ләмді қойса қате болып есептеледі. Вәл-амру, әмір ол ма далла ала хадасин. Бұл да бір хадасқа меңзеген нәрсе. Қандай хадас? Ютлабу, талап етілінеді. Хусулу хадас. Худа әмірді хадасқа жібереміз. Ютлабу, талап етілінеді. Хусулуху, ол хадастың пайда болуы. Қашан? Ба'да замани такаллум, сөйлеген уақыттан кейін. Мысалы, мен жаз деп айттым. Мен сөйлегеннен кейін барып жазасыз да. Өйткені әмір енді келді. Әмірден кейін барып жазасыз. Такаллум заманынан кейін талап етіле тұғын, пайда болу талап етіле тұғын нәрсеге әмір деп айтылады екен. Наху мысалы уктуб, жаз деді. Вафхам, түсін, вахруж, шық, васма, есті, вабасир, ватакаллам, вастағфир, ваштарик деген секілді арға кете көреміз. Бұлардың бәрі мағынасы түсінікті. Осы жерге дейін сұрақ бар ма? Әмір деген түсінікті. Әмір деген сөйлеген уақыттан кейін барып пайда болуы талап етілетін нәрсе екен. Түсінікті болса, онда осымен тоқтайық бүгіндікке. Аллаху алам бис-сауаб ва илайхил маржи'у вал мааб.